Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен ерекше дәмді котлет дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ерекшелігі сол, бұл котлет творог және де тауық етімен қосылып жасалады. Ал олай болса кеттік. Творог пен бірінші тауық етін осылай салып аламыз. Менде творог үйде жасалған творог. Одан кейін 2 қасық ұнымыз бен бұрышымызды саламыз. Жұмыртқа саламыз біріктіру үшін. Басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыз болады өзіңіздің талғамыңызға қарай. Одан кейін араластырамыз. Менде қолмен араластырған ыңғайлы. Одан кейін манный каша, яғни балаларға арналған осындай кашаның 1 ас қасығын саламыз да араластырамыз. Өздеріңіз білесіздер, қолмен болсын, қасықпен болсын. Одан кейін оливковое масломызды құямыз. Табаққа осылай май құйып қыздырып қоямыз. Міне, енді котлеттерімізді пішінге келтіретін боламыз. Мен осылай таяқша ретінде жасадым бір жартысын, ал бір жартысын осылай кәдімгі котлетке ұқсастырып жасадым. Ұнға аунатсаңыз да болады. Менде немесе сухарики панировочные деген болады. Яғни нан ұнтақтары сонымен қаттасаңыздар болады, сонда қытырлақ болады. Менде ол әзірге уақытша жоқ болып қалды, сол себепті жай өзін қуырдым. Соның өзіне өте дәмді болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.